Assalamu alaikum, Yusuf. Alaikum assalam. Şükür, şükür. Yok, şaşırmadım. Қалайсыздар, жұмыстар все? Так, старший лейтенант полиция Нурлаев Камылжан Мұратбекович, инспектор службы. Срок коднысы 2023. Айта беріңіз. Алдыңызда знак тұр, 3-20 қарамағысы бағытқа жолтын соңында басы өзі болмайды. Да? Қай жерден басы оздым? Алдағы, қай жерде дейсіз? Қай жерде? 3.20 белгісін білесіз ғой, е? Мен сізге айтып тұрмын оны, білем оны. Е, білсеңіз, мен алдындағы жүк көлігі 30 км сағаттан аспағасын мен алғанға шықтым. 30 км сағаттан аспаған? Е. Заказатын бар ма? Ал? Соны дәлелдей аласыз ба, яғни? Мен дәлелдеу керекпін ба? Мен? Сіз айтып тұрсыз 30 км. Сіз білесіз ба, Қазақстан Республикасының 10-шы кодексі бар, 10-шы бабы бар. Адам. Енді сіз мені кінәлі деп тұрсаңыз, дәлеліңізді алып келіңіз. Мен сізге айтып тұрмын, 30 км сағаттан асқан жоқ, мен алғанға шықтым. Инспектор уақыт алмаңыз. Мен сіздің уақытыңызды алып тұрған жоқпын. Давай алып келіңіз дәлеліңізді. Құжаттарын дайындап қоямын. Протокол толтырасыз ба? Әкімшілік хаттама толтырамыз. Хорошо, жақсы. Орыс тілінде сөйлейін ба, или қазақша тілінде? Давай алып келе беріңіз. Мен дайындап қоямын құжаттарын. Қазақ тілінде сөйлеуді сұрайын, жарай ма? Хорошо. Құжаттарыңызды алып қойыңыз. Айта беріңіз. Қазір идентификацияны бастаймыз. Сізге айтқан жоқ па? Қызметтік куәлігіңіз. Мен бұл инспекторға айтамын да, басып оздыңыз дейді. Мен айтамын, алдындағы, так, старший лейтенант полиция Измурзин Тұрымбаев Жұмабаевич, инспектор службы дейді. Срок код 2024. Дұрыстау айтыңыз есімін аға. Дұрыстау, етіс көзі сақтаңызшы. Сіз саспаңызшы, оқыдым ғой. Атасының фамилиясы, сіз саспаңызшы. оқыңызшы енді. Бұл кісіге айтамын инспекторға. Алдағы жүк көлік құралы 3.20 белгісі. Алдағы жүк көлігі келе жатқан. Соны басып озуға рұқсат етіледі дейді. Бұл кісі айтады, сіз басып оздыңыз дейді. Мен айтамын, онда дәлелдеме көрсетіңіз. Мен сізді тыңдадым, сіз мен тыңдаңыз. Сіз правиланы оқыдыңыз ба ағасы, білесіз ба жалпы? Айта беріңіз, айта беріңіз. Ешқандай да жазылмаған жүк көлігін басып озуға болады деген правилада. Жақсы. Болмайды да, қазір әкеліңіз. Маған интернет бар ма? Ояқта 3.20 белгісін ашып кеші мен көрсетейін. Басып озуға болады деп жоқ, мен сізге көрсетейін. жүк көлігін емес. Сондықтан сіз енді ол 30-бен келатқан дәлелдей аласыз ба сіз? Инспектор. Дәлел аймағыңыз бар ма? Айғағыңыз? Старший лейтенант, тыңдаңыз. Мен сізге дәлелдеуге міндетті емеспін. Қазақстан Республикасының 10-шы бабына сәйкес мен дәлелдемені алып келіңіз. Дәлелдемеңізді алып келіңіз. Болмаса мен жүре беремін, уақытымды алмаңыз. Кәне? Қалай апасын поворот, қалай қарасы бағытқа шығып, басып озып тұрған. Түсіріңіз, өзіңіздің. Қайда поворот, қайда, скорость қайда, не қайда, мен көлігім қайда? Скорость қатылған жоқ. Номерім қайда? Тоқтатылмаған. Жоқ, қараңыз, инспектор, сіз түсінбедіңіз. Нені түсінбедім? Бізде. Жақсы. Көлеме қойыңыз, видеофиксацияны қараңыз, болды. Сізге басқа ешкім сұрамайды. Бізде қараңыз. Қарап отырсыз? Сіз, сізге сұрақ қойуға болады ма? Есіміңіз кім? Тұрымбай жаңа оқыдым ғой. Тұрымбай. Сізге сұрақ қойсам болады ма? Алдыдағы көлік құралы 30 км сағатта аспаса обгон жасауға рұқсат па, емес па? Соған жауап беріңізші. Сіз 30 км тихоходный транспортный средство. Жоқ, сіз болады да, болмайды да, значит. Болмайды деп тұрсыз ғой. Старшиларыңыз бар ма мына маңайда? 500-ке звондап. Не болған деп, мынау әкет. Сіздің айтып тұрғаныңыз міне. Сіздің айтып тұрғаныңызды түсініп тұрмын мен. Инспектор. Сіздің айтып тұрғаныңызды түсініп тұрмын. Міне, Google-ға кіріңізші. Google-ға кіріңіз. Қараңыз. Сіз маған айтыңызшы қазір. Жоқ, кіріңізші сен. Бұл жерде қылмыстық жағдай не болып жатқан жоқ қой. Енді сіз мен уақытымды алып тұрсыз ғой. Мен сізге сұрақ қойып тұрмын. Жоқ, шақыратындай. Қас. Көз сет ұстамай тұр міне. 3.20 деш, берген теш. Дұрыс па? Енді маған қылмыстық іс тыңдаңыз. Құқығыңыздан айырып жатыр. Енді тыңдаңыз. Мына құрылғының маған метрологиясымен сертификат. Метрологиясы сертификаты болмайды бұның. Қалай болмайды? Баптың бірінші тармағында жазып тұр. Бізде қараңыз, инспектор. Жоқ. Мен сіздің ештеңе тонировкаңызды өлшеп жатқан жоқпын. Инспектор, тұра тұрыңызшы. Неңізді өлшеп жатқан жоқпын. Тұра тұрыңызшы, инспектор. Мен сізге айтайын.
Мен сіздің доғараңыз. Любой бізде Қазақстан Республикасының Жоқ. 31 бабына сәйкес әл мына нарушение жасағанды көрсету үшін әл құрылғының метрологиясымен сертификаты болады. Мен сізге қазір көрсетіп беремін оны. Керек болса. Әр ненің бес. Әкеш старшина 5 звоныш 102 звоныш. Әр ненің бес. Мен сізге қайталап айтамын, әр ненің емес. Қас. Сіз түсінбесеңіз сіздің біліміңіз жетпей тұрған шығар. Жоқ, жүріңіз, мен сізге түсіндірейін. Жоқ, мен түсуге міндетті емес, мен түспеймін. Неге сондай қылмыстық іс болатын ба мен жерде? Енді сіздің біліміңіз жетпей тұр, мен не істеймін? Сізді лейтенантсыз ба? Аға лейтенант. Капитансыз ба? Жүзекке просто так звондай беруге болмайды. Бұл қылмыстық болыватқан жерде. Оған мен жауап беремін ғой. Сіз задержка болып жатыр ма жерде? Сосын звондайын деп тұрмын. Мен сізге бірдеңе дұрыс түсіндірмей тұрмын ба? Айтыңызшы. Енді маған не дейсіз? Дәлелдемеңізді алып келіңізші. Дәлелдемеңізді әкеліп тұрған жоқпын ба мен? Мынаның енді біздің Қазақстан Республикасы 31 бабына сәйкес метрологиясымен сертификатын алып келіңіз деп айтып тұрмын мен сізге. Қазір мен соттан алып келдім, интернеттен сізге. Мен что мына құрылғы сіздерге рұқсат берген, ақауы жоқ екенін білесіз ғой метрология сертификат. Тех паспортымен өлшем құралына беріледі. Инспектор жоқ, босқа уақыт алмаңыз, инспектор. Қараңыз, мына видеоның маған тех паспортымен өлшем құралына беріледі деймін. Енді сіз мен өлшем құралын қалай енді анықтаңызшы, мен обгонщик, мен айтып тұрмын 30 километрде асқан жоқ. Звондайын ба, не дейсіз? Тезетсіз, мен уақытым болмaz. Мен Қазақстан Республикасы 10 бабына сәйкес кінәмді дәлелдей алмасаңыз жүре берейін инспектор. Болыңыз, тезет дәлелдеңіз. Тоңып қалдым мен, давай. Метрологиясымен сертификатын алып қойыңыз. Метрология сертификаты болмайды видеоның ненің. Болмаса енді. Мен сізге айтып тұрмын ғой. Енді қалай мен метрологиясымен несі болмайды. Инспектор, видео съемка жүріп жатыр. Өлшем құралы емес қой. Видео съемка жүріп жатыр. Өлшем құралында болады ол. Спецсредства дейді ондайды. Ой, сіз деген айтып тұрмын ғой 102-ге звондайшы, қазтыршы. Сіз деген біліміңіз жетпей тұр ғой, инспектор, қазтыратыңызшы. Айта беріңіз. Ау? Егер сіз дәлелдей алсаңыз ғана, егер оның 30 000 сіз старший лейтенант тыңдаңыз. Сіз бірінші заңды оқып алыңыз. Заңды оқып тұрмын, бәрін біліп тұрмын. Сосын камера жүріп жатыр. Сізге ескертіп тұрмын. Ағасы, мен қарсы емеспін. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз. Бізде мәжде интернет ұстамай тұр. Қазақстан Республикасы 10 бабында ешқандай сіздің 320 белгісі ма? Әкел оқиық. Қараңыз, 320 белгісі. Міне, запрещающий, міне, қара. Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных движущихся со скоростью менее 30 км в час. Енді сіз 30 км в час келе жатқан. Вот именно келе жатырмын. Мен сізге міндетті емес қой дәлелдеуге. Сіз дәлелдей алсаңыз алып келіңіз инспектор. Айтыңызшы, сізға или болмаса шақырып, уақытыңызды алмаңызшы. Сіз ертең Час ба? Шыққанда инспектор мен шалмай. Балдар отыр іште. Тез етіңізші. Мен сізге жай сөйледім ғой.